Инвестицияларды қалай табамыз және инвестициялар бөлімінде демошотты қалай іске қосу керек? Жусан қосымшасын қолдану бойынша нұсқаулыққа қош келдіңіз. Қанекей, онда қосымшадағы инвестициялар бөлімін қалай табу керек және демошотты қосу нұсқаулығымен танысып шығайық. Инвестициялар бөлімін табу үшін келесі қадамдарды жаса. Смартфоныңды Жусан қосымшасын аш. Экранның төменгі жағында менюді көресің. Оң жақтағы сервистер деген батырманы бас. Содан кейін пайда болған тізімнен инвестицияларды таңда. Тамаша, сіз инвестициялар бөліміне өттіңіз. Енді инвестициялар бөлімінің ішінен демошотты тауып, оны іске қосуды үйренейік. Инвестициялар бөлімінің төменгі жағында тағы деген батырманы бас. Тізімнен ақпарат бөлімін таңдап, баптаулар батырмасын бас. Ашылған бетте сен демошотты көресің. Демошотты іске қосу үшін сол батырманы бас. Демошотты өшіру үшін де тура осы қадамды жасайсыз. Осы нұсқаулық сізге пайдалы болды деп үміттенеміз. Жусанмен инвестициялаудан рахаттаныңыз. Инвестициялар сен үшін, мүмкіндіктер сен үшін.